Кітап оқу арқылы адамның рухани жан дүниесі толысады, саналы, ақылды ұрпақ тәрбиеленеді. Армысыздар, құрметті оқырман қауым. Бүгінде кітапхана, кітап қорымен қамтамасыз ететін қоғамдық мәдени орталық білім бұлағының көзі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бастамасымен Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі оқуға құштар мектеп жобасы негізінде біздің мектепте жүзеге асырылуда. Оқуға құштар мектеп жобасы мұғалімдердің, оқушылардың, ата-аналардың арасында сауаттылығын қалыптастыру мен жетілдіруге, оқу мәдениетінің деңгейін арттыруға және оқуды насихаттауға бағытталған. Осы жоба аясында мектеп кітапханасының қоры жаңа кітаптармен толықтырылуда. Оқырмандар қызығушылық танытқан жаңа түскен кітаптарды 3 топтамаға бөле кетсек. Біріншісі, жас өскелең ұрпақтың кітапқа деген қызығушылықтарын оятатын қызықты ертегілер. Осы кітапты оқығаннан кейін бала өзіне ең ауыр, бірақ ең игілікті және қолайлы мамандықтардың бірі дәрігер мамандығын таңдап алатын шығар. Андресанның ең атақты ертегілері қазақшаға аударылып берілген. Бүкіл дүние жүзі балаларының сан буыны осы ертегілерді оқып өсті. Екіншісі, ұлттық құндылықтарымызға дәріптейтін салт-дәстүрге қатысты кітаптар топтамасы. Бұл кітапта қазақтың ұлттық киім түрлері берілген. Киімдердің жасау жолдары, пішімдері, қолданылған заттар, көркемдеу әшекейлеу туралы материалдар енгізілген. Кітапқа кәсіптік киімдер, қазақ халқының дәстүрлі ырымдары, тыйымдары, салттары енгізіледі. Ертедегі қазақ жерін мекендеген сақ, түрі, қыпшақ, үйсін, қимақ тайпаларының киімдері туралы баяндалып, толықтырылған. Қазақтың ұлттық киім туралы түсінігін кеңейтеді. Есімі көпшілік қауымға жақсы таныс белгілі этнограф, жазушы Сейет Кенжеахметұлының қазақ халқының ұлттық тағамдардың ерекшеліктері туралы бұл жинағы құнды шығарма. Көркем тілмен жазылған бұл еңбек қазақ елінің кең дастарханын танығысы келген әр адамға кеңесші құрал бола алады. Қазақтың ежелгі ұлттық асы мен тағамдардың жасалу жолдары, әдет-ғұрыптары мен түсініктері кітап бағасын арта түседі. Үшіншісі, отандық ақын жазушыларымыздың халқымыздың тарихы мен тағылымы жайлы жазған туындылары. Бұл поэмада адамдардың бас бостандығы жоқтығы, яғни байдың кедейге не айтса сол болатындығы, екі жастың сүйіспеншілігі мен махаббаты жырланады. Поэма кейіпкерлері әртүрлі әлеуметтік ортадан шыққан. Сол себепті қоғамдағы тәртіптер оларға бірге болуына жол бермейді. Себебі біреу байдың қызы, ал екіншісі құлдың күннің баласы. Армандарына жету жолында жастар көптеген қиыншылдық көреді. Ал мына романда адамдардан қанша қысым көрсе де, махаббатының жолында неге болса да төтеп береді. Осы аңызда көбінесе адам теңсіздігі жайлы айтылады. Ақырында қуғын сүргін көрген Алтай мен Сұлушаш қайтыс болады.
Біріміз кітапты ой-өрісті кеңейту үшін оқысақ, біріміз ақпарат іздеп оқимыз. Арамызда кітап оқып демалатындар да бар. Оқу ой-өрістің кеңеюіне, жан-жақты дамуға, оқу қабілетін жетілдіруге, шығармалардағы кейіпкерлердің мінез-құлқындағы жағымды тұстарды бойға сіңіруге көмектеседі. Жалпы адамды тәрбиелейді және рухани байытады. Кітап оқуға бала кезден баулу керек. Адамның әдебиетке деген махаббаты сол балалық шақтан пайда болады. Кітап құндылығын ұғынып өскен баланың болашағы жарқын болады деп айта кеткім келіп отыр. Білімді саналы ұрпағымыз көп болсын. Кітап оқып, жетістікке жет. Келіңдер. Өте қызықты кітаптар, оқыңыздар, өкінбейсіздер.